Сәлем балақай, бүгінгі біздің тақырыбымыз ғарышкерлер жайында болмақ. Өзіңмен бірге әдеттегідей Ләззат апайың. Ғарышкерлер дегеніміз кім екен? Жалпы ғарышкер аспан әлемі мен жерді жоғарыдан зерттеп бақылайтын адам. Ғарышкер болу үшін біліммен қатар денені де шынықтыру керек. Ол үшін дұрыс тамақтанып, жаман әдеттен аулақ болып, спортпен шұғылдану керек. Сонымен қатар әртүрлі қиындықтарға да төзімді болу керек. Міне ғарышкер дегеніміз аспан әлемін бақылайтын, оны жердегі адамдарға не болып жатқан туралы хабардар қылып отыратын адам екен. 1961 жылы 12 сәуірде адам баласы тарихында бірінші рет Юрий Гагарин ғарыш кемесімен жер шарын айналып ұшты. Содан бастап 12 сәуір тарихта ғарышкерлер күні деген атпен енді. Тәуелсіз Қазақстанымызда да ғарышкерлер бар. Олар Тоқтар Оңғарұлы Әубәкіров, ең алғаш ғарышқа ұшқан ғарышкеріміз Талғат Амангелдіұлы Мұсабаев, Айдын Ақанұлы Айымбетов. Міне балақай, ғарышкерлерді есіңе сақтап, дәптеріңе аттарын жазып қой. Әрдайым ұмытпа, есіңде сақтап жүр. Ал балақай, тапсырмаларға көшейік. Сурет бойынша әңгіме құрап жазып жібер. Жаңа айтқандай, ғарышкер кім екен? Суретте көріп отырған не көріп отырсың? Не жайында білдің? Сол туралы маған жазып жібере ғой. Ал енді мына тапсырмаға назарыңды аударшы. Көлеңкесін тап дейді. Кәне балақай, суреттегі заттардың екінші қатардағы көлеңкесімен сәйкестендіріп табайық. Кәне бастайық. Бірінші суретте ғарышкер, ғарышқа ұшамын деп қатты қуанып тұр. Ал өзің тауып маған жауабын жаза ғой. Мен тосамын. Келесі әр қатардан артығын тап дейді. Кәне, назарыңды мұқият аударып, дұрыстап қарап ал да, қандай суреттер артық екен, соны маған жазып жібере ғой. Ал мынаған қараш. Біз санауды білеміз, балақай? Әр ғарыш денесі нешеден кездеседі дейді. Санын жазып шық. Ортадағы шашының ішіндегі ғарыш денелерін санап, солардың санын жаза ғой. Міне балақай, сенікі де тура осындай сандар болды деген ойдамын балақай. Міне балақай, біздің ғарышкерлер туралы шағын ғана сабағымыз осымен аяқталды. Мына суретті саған үйге бояуға ұсынамын. Осы суретті бояп, маған жауаптарыңды міндетті түрде жазып жібер. Келесі сабақта кездескенше сау бол балақай.